Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге бір қызық кейс талқылайтын боламыз. Бұл кейс тың ерекшелігі біз бір тіске бір мезетте аутотрансплантация, эндодонтиялық ем және түбір ұшының резекциясын жасаған болатынбыз. Сонымен бастайық. Біздің пациентіміздің негізгі шағымы шайнаған кезде ауырған сезім туындауы. Ауыз қуысына қараған кезінде премолярымыздың сауытының жаңағы таңдай бөлігінің қозғалмалы екендігін көреміз. Оны ақырындап алып тастадық және де рентген жасаған болатынбыз. Рентгенге сүйенсек, бұған дейін ешқандай ем жүргізілмеген бұл тіске. Одан бөлек тіс түбір ұшында сүйек деңгейінде қабыну ошағы бар екендігі анықталады. Сондықтан дәл осы мезетте біз тісті ақырынап жұлып алған едік. Жұлып жаңағы сүйектің ішіне болған қабыну ошағын тазаладық және де тістің еміне көштік. Тіске жасалған эндодонтиялық ем ауыз қуысынан тыс жасалынған болатын. Және де сол мезетте тіс түбір ұшын кесіп тастадық, резекция жасадық және де өзек ұштарын бәрін эмтамен жапқан едік. Енді тістің өзімен сынған бөлігін бір-бірімен біріктіру үшін біз арнайы цементті пайдаландық, сәулемен қатаятын варилинг деген. Соны бір-біріне қатайтып және де тістің ұяшығына қайтадан салған болатынбыз. Әрине ол жеткіліксіз, бізге міндетті түрде жұмсақ шыны керек болды. Біз бұл жағдайда тістің екі бетінен де шыны қоюды дұрыс деп есептедік және де пациентімізді бір айға жіберген болатынбыз. Бір айдан кейін біз шынаны шештік және де 3 айдан кейінгі нәтижемен бөліссем деп отырмын. Жандағы тістер қаншалықты берік мықты болса, біздің тісімізде соншалықты берік жақсы қозғалмай тұр. Әрине аутотрансплантация ол мен үшін, жеке өз басым үшін негізгі көрсеткіші ол имплантацияға қарсы көрсеткіштер болғанда және имплантация жасау мүмкіндігі болмаған жағдайда өте жақсы таңдау деп ойлаймын. Жалпы назарларыңызға рахмет.